Ассалаумағалейкум. Кітап күнде оқу арнасының тұрақты көрермендері, оқырмандары қалайсыздар? Бүгінгі тақырып бабаның еккені балаға сая. Адам табиғаттың бір бөлшегі әрі ғажайып туындысы. Адам табиғатқа тәуелді, сондықтан өзінің өмір сүріп, өсіп-өнетін, іс-қимыл жасайтын, аяулы армандарын жүзеге асыратын ортасы, күнкөріс көзі болып табылатын табиғатқа адамның қалай болса, солай емес, аялай есіркей қарауы оның перзенттік міндеті. Бірақ біз табиғатқа әмсе солай қарай білмедік. Әсіресе өрекпе коммунистік идеологияның заманында табиғатпен сыйласып, тіл табысып, іс-қимыл жасаудың орнына оған билік жүргізіп, өктемдік етпек болдық. Табиғаттың тілін тауып, сырын тану арқылы оны жасартып, жаңғыртуға ғылыми практикалық үлес қосқан көрнекті табиғат зерттеушісі ғалым Мичуриннің өзі большевиктік желікке бой алдырып, ашқан жаңалықтарынан жалған қорытынды шығарды. Біз табиғаттан рақымшылық күтіп отыра алмаймыз, оның бермегенін күшпен тартып аламыз деп арагідік айтылып қап жүрген ұшқары пікірді одан әрі асқындырды. Өзінің рухы жөнінен осындайға зәру кеңестік идеология бұл сөзді жерден жеті қоян тапқандай қуана іліп әкетіп, желіккен надан жұрттың ұранына айналдырада жіберді. Бұл көзқарастың жалған аса зиянды екендігін жер суын, аң құсын, жан жануарын ондырмай бүлдіріп, соның сазайын тартып отырған қазіргі кезде барып аңғарғандаймыз. Есепсіз қолданылған химикаттан мәңгілік мекен құнарлы жеріміз тозып, істен шығып, ол қосылған су мен ауадан азық түлігіміз, асқазанымыз бүлініп, көгімізден тұз жауып, көкірегімізді ыс қауып, ұрпағымыз аза бастағанда барып арал тағдыры, адам тағдыры екеніне көзіміз жететін дейді. Әйтсе де, бұзбақ оңай, жасамақ қиынның кебін бастан кешіріп, табиғаттағы бұзылған тепе-теңдікті қайта қалпына келтірудің екі талай екеніне жұрттың көзі енді жетіп, опық жей бастады. Осынау сұмдықтардың бәрі іс жүзінде адамдардың өз қолымен өзіне және болашақ үрім бұтағына қарсы жасалған зиянкестік екенін жоққа шығара алмаймыз ба? Экологиялық надандықтың салдарынан соңғы 10 жылда күннен күнге дүниеден хайуанаттардың бір түрі, ал аптасына өсімдіктердің бір түрі жойылып кетіп жатыр екен. Әлемді былай қойғанда, осы өзіміздің Орта Азия халықтарының қазіргі және болашақтағы тіршілік тынысы үшін орасан маңызды. Бүгінде дүниежүзілік проблемаға айналған аралдың экологиялық жағдайын алайықшы. Оның қазіргі халін экологиялық апат деп қайырлы сөзбен ғана сипаттауға келеді. Бір кезде суы кемерінен асып, аспанмен астасып көрінетін шалқар теңіз бүгінде тарыла-тарыла, жиырыла-жиырыла әлденеше шақырым аумақта қаңсыған сораң құм төбелер, қираған кемелер қаңқасы қалған. Боран соққанда тұз сордың тозаң шаңы көкті бүркеп, күн көзін жауып кететін болды. Оның бір замандағы даңқы мен мақтаны болған балықтарының 34 түрі құрып кеткен. Мыңға жуық өсімдік түрлерінің де бір талайы мүлде жойылып, азып немесе сиреп қалған. Арал балқаш трагедиясына қоса ұзақ жылдар бойы асқан 5
бүйрек қатыгездікпен жүргізіліп келген ашық және жер асты ядерлық жарылыстардан қазақ жері мен елінің шеккен зардабы, жан түршігерлік және оның жер мен адам жанына түсірген жарақат зардабы қаншама жылдары созылары, тіпті жазылмасы да неғайбыл. Бұрын тек Семейді айтып, Семей полигонын жабуды талап етіп келген республика жұртшылығы жариялық жылдарына мұндай жарылыстар мен сынаулардың тек Семейде ғана емес, көптеген облыстарда, тіпті халықтың тығыздығынан инен шаншар жері жоқ десе де болғандай, оңтүстік Қазақстан өңірінде киелі отырар топырағында жер асты жарылыстары жасалғаннан естіп білгенде төбесінен біреу қойып қалғандай есеңгіреп отырып қалды. Өйтпегенде қайтсын, мұндай сынақтарды қасақана халықты қыру үшін жасанды демеске не дәлеліміз бар. Ең өкініштісі, қазақ жерінде жасалған осындай жөнсіздіктердің, қылмыстардың қай-қайсыда отырған креслосы үшін жерін де арын да сатып жіберуден шемірекпейтін екі жүзді жалған патриотсымақтардың үнсіз келісімі арқылы жасалғанды. Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған деп ұлы бабамыз айтқандай, сөз өлмейтін сияқты арттағыға қалған іс те өлмейді. Халық оның жақсысын да жаманын да ұмытпайды. Біз халық алдындағы парыз, адалдық өлшемі туралы айтқанда, осындай мысалдарда, яғни кезінде халықтың қанын қарайтып, жанын түршіктірген мысалдарды әсте атап өте алмаймыз. Әсіресе сол намыссыздықтың, ездіктің зардабы ұрпақтан ұрпаққа ауысып, бүкіл бір халықтардың дәуірінің қасіретіне айналса, ондай көсем сымақтардың атына алғыс айтылады деп дәмелденудің өзі әбестік болар еді. Осының бәрі экологиялық мәдениет, адамдық инабат төмен жерде табиғаттың өмір сүру, даму заңдылығы коммунистік партия мен оның көсемдерінің құдіреттілігімен шатастырылған елде бұрынғы Кеңес одағында тым сорақы әрі зардапты түрде болуы таңданарлық жайт емес. Өйткені онда шынайы гуманистік көзқарас емес, қайткенде де социалистік жүйенің артықшылығын дәріптеу, соның дүние жүзі алдындағы жалған беделін көтермелеу, бүгінгі ұлы жеңістерін марапаттау ғана басшылыққа алынды. Тіпті өз көсемдерінің коммунизм ілімінің негізін салушылардың бірі саналатын ұшқыр ойлы Энгельстің табиғаттың өз ішінде өмір сүріп жатқан адамдардың тап бір сырттан келушілер сияқты оны бағындыра да, жаулап та ала алмайтыны, онымен тек тіл табысып қана күнелте алатын жайындағы ғылыми дұрыс тұжырымын да құлаққа ілмеді. Мұның өзі кәдуәлігі тіршіліктегі адамдардың өзім білермендігі, өр көкіректігі, өзімшілдік тасырлығы сияқты инабат, әдепке жатпайтын мінез қылықтары мемлекеттік идеология деңгейінде айтып жеткізгісіз сорақылықтарға апарып соғатынын көрсетеді. Адамдар баяғы бір замандарда маңдай терінен аямай төгіп, бар ықылас ниетпен айналысатын ата кәсіптерінің өзінен мал шаруашылығы мен диқаншылықтан да тосқырап қалды. Оларды жер, суының құнары мен тазалығы, көркі мен келешегі де толғандырып жатпады. Себебі олар өз иелігі, меншігі емес еді. Сөйтіп, қайдағы бір дерексіз қоғамдық меншік өзінен басқаның иелігі ретінде жат, суық көрінді.
өз етегің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда? Өз жейдең өз етіңе жақын. Ортақ өгізден оңаша бұзау артық дейтін адамның өз табиғатынан шығатын ақиқаттар еленбеген соң өзіңе несі тиіп, несі қоятыны белгісіз қайғыдағы бір ортақ қазанның жағдайы иесі беймәлім жер-судың тағдыры оларды қайтадан толғандырсын. Ауылдың өзінде адамдар айран-сүттік мал ұстап, көкөністік жер түрткілеуден жеріп, шикілі-пісілі қайтқан нан, көк сүт пен шіріген борсығын көкөніске дейін кір-қожалақ дүкеннен сатып жейтінді шығарды. Бірлі-екілі сауын мал ұстап, бақша көкөніс өсіретін отбасылар саны азайып кетті. Бірақ мұны әріден ойластырылған жымысқы саясат тұтас бір халықтарды өзінің сан ғасырлық тұрмыс салтын адастыру, ұлттық сипатынан ажырату, туған жермен байланысын әлсірету, тосқырату, тосырқату, тіпті келе оған немкетті қаратып безіндіру саясаты екенін көп адам аңғара алмады. Анау бір жылдары мерзімді баспасөз бетінде үлкен дүрлігу туғызған екі оқиға экологиялық парсыздықтың салдары қандай кесепатты болатынын көзге шұқып көрсеткендей. Краснояр өлкесінде тұратын қарапайым шаруа әйел жаз айында орманнан теріп әкелген саңырауқұлағын шыны ыдысқа салып, тұздап, баптап, қысқа сақтап қояды. Көктем шыға үй астындағы жертөледе сақталған дәмнің қолқа қапқан иісін сезіп, төменге түссе, Құдай басқа салмасын, қарсы алдындағы күмпиіп иісі ісініп жатқан бір құбыжыққа кезгеді. Әлгіні аяғымен түртуі мұң екен. Байғұс әйелдің жан даусы шығып, шыңғырып жібереді. Қақпандай қысып кемірген пәледен аяғын зордың күшімен ажыратып алғанда 5 башпайының еті жоқ, саудырап тек сүйегі ғана шығады. Бұрын сонды өмірде кезікпеген белгілі пішіні көлемі жоқ құбыжықты ғалымдар зерттей келе саңырауқұлаққа сіңген радиоактивті сәуленің салдарынан өсіп шыққан мутант деген қорытынды келеді. Бұл күн санап көлемі өсіп, тәбеті артып, темір мен бетонның өзін бұйым көрмей жалмап келе жатқан мутанттарды құрту мәселесі бүгінде үлкен проблемаға айналып отыр. Осы тәрізді екінші бір ғасыр құбыжығы Бермуд үштағанында да өсіп шыққан. Теңіз бен мұхит суында тіршілік ететін, ұзындығы бар жоғы 40 сантиметрлік медузаның айналасына апат әкелетін қатерлі жәндікке айналуына қандай құпия жатыр. Сөйтсе, бір кездері Кеңес одағының ядерлік қару тиелген сүңгуір қайғы сол Бермуд маңында бұзылып, суға үлкен көлемде радиоактивтік зиянды заттар тараған екен. Медуза осының әсерінен тез өсіп, мутантқа айналып, ұзындығы 60 метрге дейін жеткен. Балық пен дельфиндерді бұйым көрмей кезіккен қайық пен кішігірім яхталарға шабуылдай бастаған. Денесінің әр тұсынан өсіп шыққан қызғылт көгілдір саусақтары тиіп кеткен жерін күйдіріп, тірі жәндіктердің бәрін умен өлімге душар етеді. Аз жылда 20-30 теңізші құрбандығына айналып үлгерген бұл құбылыстың саны жедел өсіп келеді екен. Жел қатты шайқаса, түбінен үзілетін әлсіз саңырауқұлақ пен қауқарсыз мұхит медузасы радиоактивтік заттармен араласқанда адамзат баласына жаңа қатер туғызып отыр. Ал жер бетіндегі арыстан, піл, қолтырауын, крокодил немесе судағы кит пен акула санды айбарлы тіршілік иелері мутантқа
айналса ше, олардың көлемі айналасындағыларға тигізер зияны қай шамада болмақ? Осылармен өзектес тағы бір оқиға мынандай. Қайбір жылы Қазақстан мен Қырғызстанның күздің қараша айында жылы өлкеге ұшқан 100 мыңдаған аққу қаз-үйрек бағытынан жаңылып аяз қақап тұрған Якутияға қонып, жаппай қырғынға ұшыраған. Мамандардың айтуынша, мысалы, Ыстықкөлде жұмыртқада шайқалып дүниеге келген балапан келер жылы көктемде тіпті өмірдің ақырына дейін сол туған жеріне жаңылмай қайтып келіп отыратын көрінеді. Қара суық түскенде Африкаға, Үндістан мен Араб елдеріне ұшатын жыл құстары қайтар жолынан еш жаңылыспай ауа ағысына ілесіп, діттеген өлкесіне дөп қонады екен. Ал ауа райын жан-жақты айыратын, бағытынан ауытқуды білмейтін табиғат еркелерінің теріс ұшып, Якутияға баруды ауада радиацияның шектен тыс көбейіп кетіп, құстың сезгіштік қабілетін төмендетіп, жолының жаңылдырып жібергендігінен шыққан қиямет деседі. Ұшқан құс жүгірген аңды діңкелеткен радиациядан адамдардың шегіп отырған жан шошырлық зардабы жайында да аз айтылып, жазылып жүрген жоқ. 70 жылдан астам созылған кеңестік саяси экономикалық жүйе тұсында халықтың айналадағы табиғатқа қатынасы мен шаруашылық жүргізіліп, доброе утро! Еңбек ету психологиясында да өте жағымсыз нарық жағдайында тығырыққа тіреген өзгерістер болды. Тіпті жас балалардың ата-бабадан келе жатқан төрге жақындығы ауылдың өзіне де жойыла бастады. Тірі жан иесіне қамқорлық, мейірімдік күнделікті тіршілікте табиғи түрде пысықталып, оқырман соң мектептегі мұғалімдердің тәрбиелік сабақтары көбіне желге ұшып кетіп жатты. Соның салдарынан адамдар арасындағы қарым-қатынаста тоң-торыстық, салқындық, ауыл үй тұрып араласпаушылық, ағайын арасында ұзақ уақыт ат із салмаған тым тырыстық етек ала берді. Балалар да жат бауыр болып өсе бастады. Адамдардың көңіл ауаны пейіліндегі осы жағымсыз өзгерістердің бір басты себебі олардың айналасындағы табиғаттан оқшаулануы, өзінің табиғатпен бір бүтіндігін сезініп, оған сүйінбейтін болуы. 30-шы жылдардың бас кезінде өмір шындығынан алынып жазылған «Талпақ тану» деген әңгімесінде жазушы Ғабит Мүсірепов колхозда өсіруге әкелген шошқалар туралы «Шіркіндер, бұл жердің аспаны қандай екен» деп қарап та қоймады, дейді өз сөз арасында. Дана суреткер айналасындағы табиғатқа шаруасы болмаушылықты топастық, малғұндық белгісі ретінде көрсеткен. Әрине, өнеркәсіптің дамуын, техниканы қолданудың артуын, көліктің көбеюін ғана да бір айта марапаттап, соларды экологиялық жақтан заласыздандыруға аз көңіл бөлінуі, кейбір өнеркәсіптің дақылдардың, мәселен, қызылша мен мақтаның, жүгерінің шикізаттық маңызын ғана ойлап, жерді істен шығарушылық та экологиялық қамсыздыққа ұрындырды. Сөйтіп, бәрі әбден асқынған кезде барып, келер ғасырда өмір сүретін ұрпақтың жайын ойлап, экология мәселесімен мықтап айналысудың, халыққа экологиялық тәрбие берудің күн тәртібіндегі міндет екенін енді ұғынып келеміз. Ешқандай жанды
мақұлықты азаптамайтын өсімдіктің өзін жаны ауырады деп үзіп жұлмайтын адамның мейірімсіз, жаусыз болуы мүмкін емес. Сол үшін де біздің халқымыздың тәрбиелік дәстүрінде наным сеніміне, рухани мұраларына бұл мәселеге осы тұрғыдан қаралып келген. Шынында да хайуанаттарға жанды дүниеге мейірімділіктің адамдардың бойына кісілікті қалыптастыруға әсері зор. Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистерінде де үй малдары туралы олар да жақындарын, қызметкерлердің оларға жақсы қараңдар, қиындыққа душар болғанын көрсеңдер, құтқарып жіберіңдер делінген. Біздің халқымызда 4 түлік малды аса ардақтап, олардың жанына бататын азап көрсетуді обал сауапты білмейтін мейірімсіздік, көргенсіздік, әдепсіздік деп білетін иттің өзін 7 ырыстың біріне санайды. Балаларға көкті таптатып жолдырмайды, суға түкіртпейді, малдың басын таяқ тигіздірмейді, буаз малды біле тұрып сойғызбайды, етті малдың қиын аяққа бастырмайды, жас ботаға көз тиеді деп бейсауат кісілерге немесе шынында да көзінің сұға бар адамдарға көрсетпейді. Көптеген аң құстарды киесі атады, обал болады, адам көзі қимайды деп аулатқызбайды, атқызбайды. Осында кәрі өмірдің ежелгі жолдасы, халықтың аталық аяулы сезімі, мейірбандылығы, сынақтан өткен тәжірибесі, ең бастысы ұлы өмірдің ішкі заңдылығын терең барлаған ұрпақтарына деген қамқорлыққа, сүйіспеншілікке бөленген даналығы, көргендігі жатыр. Халық сонымен қатар бұл ақиқатты елемеудің ақыры жеке адам мен қоғамды қандай қасіретке душар ететінін де талай ғасырлар бұрын данышпандықпен болжап, адамдарды қатты сақтандырған. Қырғыз елінде ежелден айтылып келе жатқан Қожажаш аңшы жайындағы ғажайып ертегінің трагедиялық мазмұны соған дәлел. Заңғар жазушы Айтматовтың баяндауындағы сол ертегіні оқып көрейікші. Ертеде Асқартау мен ұшы қиырсыз даладан тұратын байырғы қырғыз жерінде Қожашаш есімді аңшы жігіт өтіпті. Өзі құралайды көзге атқан мерген, қасқырды жүгіріп жетіп соғатын жүйрік, тау барысын жекпе-жекте жеңген ер жүрек болыпты. Ол жасымен туған туысқандарын, бүкіл ауылын асырапты. Көзіне аң атаулы түссе құртуды мақсат тұтқан Қожажаш өзін күллі даланың қожасындай санаған ер де тәкаппар екен. Ай мен күн әдемі сүйген қызына құда түсіріп, барыс пен түлкінің жалт-жұлт етіп, түгі құлпырған иеленген терілерін сыйға тартып, той күнін кесіледі. Енді тойға өте көп шығын керек екені белгілі болады. Бар ырысын таудан айырып отырған Қожажаш жабайы аңдарды бұрынғыдан да көбірек аулауға мәжбүр. Қалыңдығы үшін нендей аясын, күн демей, түн демей, оң келгеннің оң, сол келгенін сол қыра бастайды. Күндердің бір күнінде құндыздардың қыз ұзату тойына тап келеді. Құндыздар айлы түнде асыр салып той жасап, кәдімгі адамдардай ән шырқап, би билеп, қыз құндызды көрші індегі күйеу құндызға алып бара жатады. Той үстінде бәрі де әдеттегі сақтығын жоғалтқан. Қарсы беттен құдаларды ертіп, жасанып күйеу құндыз шығады. Құдалар кездесіп, қайтадан той думанын қыздырады. Мұның бәрін үнсіз тамашалап отырған Қожажаштың есіне өз қалыңдығы мен тойы түседі.
Құндыздардың терісінен өткен сый-сияпат жоқ. Осыларды ұстап алса ең байлық емес пе? Дереу тонын шешеді де тамашаның қызығына байып, би билеп жатқан құндыздардың үстінен бүркеп, тұншықтырып өлтіре бастайды. Тау ешкілерін де құз жарастың аңғарына қамап қырады. Аман қалған сұр ешкі Қожашаштың алдына келіп: «Сен сияқты құралайды көзге ататын мерген жер бетінде жоқ шығар», десе де, әр нәрсенің өз шегі бар. Сен соны ұмыттың. Ендігі жерде азаматтық жаса, ата көрме. Бір тұқымнан сыр теке екеуміз ғана қалдық. Ұрпақ өргізейік деп көз жасын төкпей ме? Қожашаштың жауабы қысқа: бір оқпен сұр текені сұлатып салады. Сонда ашынған сұр ешкі: біздің әкемізді өлтірдің, тұқымымызды тұздай құрттың, сені қарғыс атады. Қожашаш: ендігі жерде оғың аң баласын дарымайды, нанбасаң атып көр мені, дейді. Тәкәппар аңшы сұр ешкіні мазақтап, қарқылдап күледі. Күлкісінің күштілігі сондай, таудай тас домалайды. Сұр ешкінің сөзі шын екен. Оның атқан екінші, үшінші оғы да дарымады. Ендеше мені қуып жетіп, пышақтап өлтірейін деп ашуға мінген аңшы сұр ешкіні қуа жөнеледі. Таудан тасқа секіріп қашқан сұр ешкінің ізіне түскен Қожашаш адам баласының аяғы баспаған құзар шың басына қалай шыққанын өзі де аңғармай қалады. Қараса жан-жағы құлама шың. Кері түсу еш мүмкін емес. Сонда сұр ешкі адамша тіл қатады: жазықсыз аңдарды қырғанына ұшыратқаның үшін енді сазайыңды тарт. Бізді қалай жылатсаң, тағдыр енді сені ақыры алар деміңе дейін солай жылатады. Құзар шыңның басына қалған Қожашаш өз тағдырын осындай айықпас қасіретке душар еткен өзінің шектен тыс қатыгездігі мен безбүйректігіне, әділетсіздігі мен мейірімсіздігіне лағнет айтып, құз бен құзды жаңғыртып, естіген адам мен аңның сай-сүйегін сырқырата боздаумен, зарлаумен болыпты. Бірақ өкінгенімен не пайда? Мұның бәрі тым кеш еді. Тағдырдың қатал соққысына кезіккен қалыңдығы кешірім сұрамаққа тау кезіп сұр ешкіні іздейді. Араға ғасырға тарта уақыт түссе де сұр ешкі таптыра қоймады. Қартайып кемпірге айналған, уайым жеп қажыған қалыңдық күндердің күнінде құндыздардың қыз ұзату тойына кезгеді. Құндыздар айлы түнде қызын ұзатып, әндете билеп шадыман боп жатады. Соны көріп тұрған Қожашаштың қалыңдығы: маған тым болмаса осы құндыз екеш құндыздардың қуанышындай да шаттық жолықпады-ау, деп тау мен даланы басына көтере зарлапты. Қожашаштың асқынған өзімшілдігінен бейкүнә қалыңдығының да өмір бойы айықпас қайғыға душар болуына терең мағына, үлкен шындық бар. Бір адамның табиғи ортаға жасаған қиянатын оның өзі ғана емес, өзгелер де зардап шегеді. Сондықтан экологиялық этика талаптарын қоғамның барлық мүшесі мүлткісіз орындап, соңына ерген ұрпақтары да соған тәрбиелеп отыруы тиіс. Табиғат адамдардың күнкөріс көзі, бірақ ол өзі есепсіз, қисапсыз шашып төгіп пайдалануға тиіс емес. Сонымен бірге ол келер ұрпақтардың да мекен тұрағы, несібесі, көз бен көңіл тоятын, қызықтайтын қуанышы. Сондықтан бүгінгі ұрпақ келешектегі ұрпақтарының несібесін жеп тауысып бүлдіреп кетсе, күнәнің үлкені сол болары хақ. Мұның бәрі табиғатқа ақылмен, адамгершілікпен, ғылыми негізде қарым-қатынас
жасамаса, одан сазайын тартатын адамдардың тап өзі, өмірінің ертеңгі жалғасы ұрпақтарды болатына, дүниеде атаусыз сұраусыз еш нәрсеге жоғы. Иттің иесі болса, бөрінің құдайы бары көрінеді, және бір ғажабы адамдар табиғатқа аялай сүйіне қарай отырып өзінің мінезін жұмсартады, жанын жадыратып, жүрегін сұлулыққа, сүйіспеншілікке айқара ашады. Бір сөзбен айтқанда, рухани кемелдене түседі. Ақын әрі қоғам қайраткері, экологиялық сауаттылық жолындағы күрескерлердің бірі Салтыковтың «Жезкиік» өлеңінде адамдардың аңғырттығынан азап шеккен сүйкімді аң туралы. Адамның көздеріндей екі көзің, апыр-ай, сені көріп жылай бердім дегенің тебіренбей оқу мүмкін бе? Табиғатқа мейірбандықпен қарау, оны тағылықпен бүлдірмеу, оған суық қолдылардың білгенін істеулеріне жол бермеу адамдық міндет. Бұған бала алдымен отбасында, одан соң мектепте тәрбиеленеді, және одан қасиеттер баланың бойына айтудан, сөзден гөрі іс арқылы оңайырақ және тұрақты болып дариды. Балалар күнде үйдегі мал жанға қарап, жас төллердің сүйкімділігін сезініп, қылығын қызықтап отырса, құстарға жем шашып, балапандарды бақыласа, кейбір қала балалары сияқты одырайып, үркіп, жатырқап тұрмай, жақсы көріп, бауыр басып өседі. Мұғалімдер оқушыларды хайуанаттар бақтарына апарып, аң, құс, түрлі жабайы және су жануарларымен, өсімдіктермен таныстырып, оларға байланысты қызықты мәліметтер беріп отырса, балаларды көшет түрлі гүл егуге қатыстырып, өсіп өнгенін, әсіресе жеміс ағаштарының гүл ашып, жеміс бергенін қадағалатса, мұндай көрнекті практикалық тәрбиенің әсері күшті болмақ. Осы жерде ата-ана, мұғалімдер мен балалардың өздері абай болуға тиіс бір мәселеге көңіл аударып өтуді өз парызымыз деп білеміз. Ол жан-жануарды жақсы көргеннің өзі осы екен деп, ит мысықты дастарханның басына отырғызу, өзімен бірге төсегіне жатқызу, тіпті жеп отырған тамағының шетін бір істетіп қалғанның өзі жеу, итті адамнан әрі әспеттеп, үйде ваннаға шомылдыру, ыдыс-аяқты жалауына жол беру, дәу төбетті әупілдетіп қаланың үйіне балконда ұстау, тайраңдатып, көшеде, аулада, үйдің баспалдақтарында жүгіртіп, үлкенді үрейлендіріп, кішкентайдың зәресін алу ешқандай әдептілікке, ешбір тәрбие көргенділікке жуыспайды. Қанша текті асыл тұқымды ақылды дегенмен де иттің аты ит. Ит керемет болса, халқымыз жек көріп ұрысқанда, ой, ит неме, ит екенсің, иттік демес еді ғой. Оның үстіне әр елдің салты басқа, біреу бірдеме істеді екен деп көзсіз еліктеу, өз елінің, өз халқының әдеп нормасымен есептеспеу, ерсі, сөкет нәрсені айырмау қазіргі орысша тәрбие алған жастардың бойындағы зор міні десек, ешкім өкпелемеуі тиіс. Балалар сонымен қатар су тазалығын құнттау, автокөліктердің, зауыттардың зиянды газ түтіндерімен ауаны ластауын мейлінше азайту, химиялық қоспаларды, тыңайтқыштарды
аз пайдалану, өзен сулары тазартылмаған сарқындыларды жібермеу сияқты экологиялық талаптардың маңызын түсініп бағалап өсуі тиіс. Сайып келгенде мұның бәрі халықтың, оның ұрпақтарының денсаулығы, толыққанды өмірі, бақыты мен қуанышы екеніне көздері жетіп, көңілдері иланатын болуы керек. Осыған орай табиғат пен адамдардың ара қатынасындағы қалыптасып отырған жағдай осы бетпен кете берсе, осыдан 10, 20, 40, 50 жылдан кейін не болатыны жөніндегі ғылыми болжамдардан үлкендерді де, кішілерді де хабардар етіп отырудың маңызы зор. Сол арқылы адамдардың бойына табиғи ортаны ластан тазарту, ластаудан сақтану, тартыну дағдысын, былай айтқанда экологиялық инабаттылықты сіңіру қажет. Олардың агроэнергияны, биотехнологияны, қуатын, күннің нұрын, желден, теңізден, толқыны мен судың ағысынан алатын қуаттарды пайдаланудың мүмкіндігі, келешегі жайында түсініктері болуға тиіс. Сол сияқты экологиялық мәдениетті жоғары өркениетті елдерде айналадағы ортаны қорғау жөнінен берік орын тепкен дәстүрлі іс-шаралары, олардың әсерлі мысалдарымен әртүрлі оқу орындары шәкірттерінің тыныс болуы да танымдық практикалық үлкен мәнге ие. Мәселен, батыс елдерінің өмірінен алынған мына бір мысал кімді де бейжай қалдырмайтыны анық. Балық атаулыға құмар 26 жасар Фрэнк Чарней өзінен жайын ұстап алып үйіндегі аквариумде өсіреді. Араға жыл түскенде денесі өсіп кеткен балыққа аквариум тарлық етеді. Жүзу былай тұрсын бұрыла да алмайды, бірақ күтімі жақсы, тамағы тоқ, тіпті иесі екеуі теледидарды да қатар тамашалайды. Бірақ Фрэнктің өкпелесіп қалған қалыңдығы жануарлардың құқын қорғаушы Эдвин Крентке жайында атынан арыз айтады. Тексеру кезінде жайынға жағай жасамай Фрэнк қылмыскер деп табылып 5 сағат түрмеге қамалып, көп мөлшерде ақшалай айып тартып, зордың күшімен құтылады. Мен мұндай қылмыскер қатыгездікті алғаш көріп отырмын деп жағасын ұстаған жануардың құқын қорғаушы Крент сіздің өзіңізді қимылдатпай тоңға орап тастаса қандай күш кешер едіңіз? Балықтың сезімі жоқ деп кім айта алар? Ендеше оны бақытсыз етуге қандай құқығымыз бар? Фрэнкке бұдан да гөрі қатал шаруа қолдану қажет еді. Экологиялық этиканы елей қоймайтын отандастарымызға бұл күлкілі көрінуі де мүмкін. Олай болса, өте аяныштақ. Екінші мысалдағы оқиғаның бастамашысы әрі қатысушысы болған Айматов былайша таратып әңгімелейді. 5 қаланы жалғастырып жатқан Брюссель, Люксембург, Триер, Кобленц, Франкфурттың арасында автован бар. Шетелдің неше түрлі машиналары 3-3-тен 6 қатар боп күндіз-түні ағылып жатады. Автованның жан-жағын жүздеген шақырымға дейін темір сыммен мұқият қоршап тастаған. Әлгі даңғыл жол тауды да, төбені де, тоғай мен көлді де кесіп өтеді. Жолдың бір жағындағы аң екінші жағына бара алмайды, яғни табиғи тұтастық бұзылған. Осы тұйықтан шығу үшін бұлар не істеген дейсіз ғой? Автованның үстінен әр 10 шақырым сайын жолы кесіліп қалған елік пен бұғы, қабан мен қоян, шаян мен жыланға арнап
көпір салған. Ондай аспалы әдемі көпірді біздің елде жабайы аң түгіл адамдардың игілігі үшін де салу үлкен күшке түсетіні айтпасақ та белгілі. Әлгі жерге кино түсіруші топты ертіп әкеліп, міне, адамдық эгоизмді жеңудің тірі табиғатқа жанашырлықпен қараудың яки өркениетті түрде дамудың бір көрінісі осы дедім. Ойбай, қасқыр мен түлкіге тиме, аюды атпа, ақ тиінді өлтірме деп 1000 мәрте қайталасақ та нәтижесі аз. Ең бастысы жан-жануарларға деген шын жанашырлық, қамқорлық қажет. Люксембург жеріндегі мазаларынды алғанымызға өрістеріңізді өлгенімізге кешіріңдер. Әрі-бері өте беріңдер. Әне, көпір дайын деген ықылас соның айғағы. Бізде осы жетпейді. Бұл тақырыпта айтылатын игілікті ойлардың бәрі де сөз жүзінде қалып жатыр. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Не бір құс, не бір хайуанат, не бір өсімдік немесе жәндік артық емес. Соның бәрі табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап тұрушы үшін керек. Ол тепе-теңдіктің бұзылуы тіршілік сиқын кетіре күндердің күнінде ойран апатқа соқтырары сөзсіз. Қасқырларды қыру басқа да тиімсіз жақтарына қоса қой ауруларын көбейтіп, қояндардың құрып кетуіне себепші болғаны. Торғайларды құрту науқаны арқылы қытайлар өсімдіктердің зиянкестерін көбейтіп алғаны соның дәлелі болса керек. Олай болса, табиғаттың өзінен үйреніп оны қорғауымызға тиіспіз. Балаларымыз құстарға ұя салып, олардың балапандарын аман-есен қанаттандырып, ұшырып әкетуге қамқорлық жасап, соған балалық ақ көңілдерімен шын қуанатын болсын. Адам табиғат перзенті. Тілімізде табиғат ана, жер ана тіркестерінің болуы тегін емес. Өздерінің табиғатпен туыстығын аңғару үшін ата-бабаларымыз судың киесі, иесі, өсімдіктің жаны бары, құстың, мәселен, қарлығаштың адамға достығы тағы басқа туралы әсерлі де терең мағыналы ертегілер шығарған ғой. Осы тағылым әсіресе бүгінгі күн үшін өте мәнді болып табылады. Қазіргі заманғы ғылыми деректерге бақсақ, бұларды ойдан шығарған ертегі деуге де болмайды екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша жануар, жәндік, тұрмақ, тіпті көктемде көктеп, күзде қурайтын өсімдіктің де өзіне тән жаны, мінезі бар көрінеді. Өсіп, жайқалып тұрған жапырақтарға биолог ғалымдар ультра жазу аппараттары арқылы мынандай қызықты тәжірибе жасапты. Сабағына арнайы байланыс құралын орнатып, өздері жапырақты жұлуға қол созған. Сөйтіп, жапырақты ұстағанда экранда қорқыныш дірілі пайда болған. Одан әрменгі оқиға былайша өрбіген. Қауіп қатер төнді. Тірі қаламын ба, жоқ па? Жарақат салды. Құрыдым. Жапырақты жұлып алғанда экрандағы қорқыныш дірілі де жоғалған, яғни бір ғұмыр үзілді. Жансыз деп есептейтін қарапайым жапырақтың өзінде осыншама сезім болуы неткен ғажап десеңізші. Ал қалампыр гүліне жасалған тәжірибе тіпті керемет. Жас, сұлу қыздар искесе гүлін ашып кәдімгідей сүйсініпті. Жеркенішті біреулерді ұнатпай жырыныпты. Темекі тартқан, арақ ішкендердің демінен қорқып гүлі жабыла бастапты. Ғажап емес пе? Иә, тіршілік атаулының бәріне өзіндік мен бар. Ал жан-жануарларда өзіндік жақсы көру, жек көру секілді сезімдері
жоқ емес. Тіпті олардың арасында азаматқа үлгі боларлық таңғаларлық мінездер ұшырасады. Халқымыз қасиетті құс деп ардақтайтын аңқу көгілдір шағында жұптасады да екен де қалаған ғұмырын аса тату бірлікке өткізетін көрінеді. Олардың бір-біріне деген махаббаты соншалық, жұптың бірі қапияда қаза тапса, екіншісі қайғыға шыдамай әуеден құлдилап келіп жерге соғысып өлетініне, немесе нәр татпай жан тәсілім ететініне табиғат әуесқойлары талай мәрте көз жеткізген. Жалпы сүйіспеншілік сезімі, аяу, ызалану, жек көру сынды түсініктер жер бетінде, су айналасында өмір сүретін жан-жануарлардың жәндіктердің көбіне тән қасиет. Гималай тауларында тіршілік ететін кейбір тайпалар жаңа үйленген жас жұбайларға сендерге киттің махаббатын, иттің адалдығын қалаймын деп тілек айтады екен. Оларда бұдан асқан мәртебелі бата жоқ көрінеді. Иттің иесіне адалдығы түсінікті, бірақ киттің махаббаты дегені несі? Сөйтсе, гәп мынада екен. Калифорния бұзағы мыңдаған кит аулап жүрген Аторранте яхтасы қатар жүзіп жүрген екі киттің кашалот бірін ауыр жаралап өлтіреді де олжасын темір арқанмен байлап жетекке алады. Жұбайының адамдарға қолы болғанын көрген еркегі оны құтқарып алмаққа әрекеттеніп, яхтаның соңынан ұзақ жүзеді. Ақыры өмірлік серігінің қаза болғанына көзі жеткен кит ызаға булығып, яхтаға тура шабуыл жасайды. Алып денесімен күрт қимылдап, бар пәрменімен ұрған кезде Аторранте аударылып түскен. Мол олжадан дәметкен экипаж мүшелері өз бастарымен қайғы боп әрең дегенде аман қалыпты. Бұған адамдардың өзге тіршілік иелерінің сезіммен санаспайтындығы, күндердің күнінде өздері қатер болып оралатын басты қателігі екенін көрінеді. Адамның қан тамыры табиғаттың жүрегімен бірге болады. Табиғат тәніне түскен зақым адамға ауру, сырқау, апат, қырсық болып оралады. Адамдардың дені құрсағы сау болу үшін оны қоршаған табиғат таза, сау болуы керек. Бұл өзінен өзі айқын нәрсе десек те, бірер мысал келтіре кетейік. Адам әрбір дем алғанда оның өкпесіне жарты литрге дейін ауа кіреді. Сонда минутына 8-9 литр, бір күнде 11 мың литр жуық ауамен тыныстанады. Егер осыншама ауа таза болмай, құрамына денсаулыққа зиянды нәрселер шамадан тыс көп болса, одан алдымен адамның өзі зардап шегетіні айтпаса да белгілі емес пе? Бұған басқа қырынан қарағанда да сөз болып отырған тақырыпқа қатысты мәнді жағдайлар ашылады. Жер бетіндегі жануарлар оттегін жұтып, карбонат ангидритіне, көмір қышқылына айналдыратыны мәлім. Ал зауыттар, автокөліктер мен ұшақтар да сондай газ шығарады. Мұның бәрі қосыла келе ауаны ластайды. Өсімдіктер болса осы көмір қышқылын оттегіне айналдырады. Ол дегеніміз дем алуға керекті ауа ғой. Сонымен бірге өсімдіктер ыстық ауаны салқындатқыш қасиетке ие. 1 гектар жердің тал терегі 90 тонна шаң жұтып қоятынын есептеп шығарылған. Сонда егістіктегі бір терек бір кондиционердің салқындатқыш рөлін атқармақ. Демек, адам баласына өзінің саламаттығын ойласа, барды күтіп, аялап сақтауға, қоса ағаш, орман егуге, әсіресе терек өсіруге айрықша мән беруге тиіс. Осындайда айналасы айтақырланып тұрған мектептерді, қандастарымыздың үйінің төңірегіндегі жеміс беріп, сая болар бақ түгіл көзге түсер сояуы жоқ қиқы-жиқы қора қопсыны көргенде көңіл
құлазиды. Көңіл құлазиды демекші, табиғат сұлулықтың қайнар көзі, эстетика мектебі, қайталанбас керемет әсем көріністер галереясы. Бірінші ақын табиғат деген сөз өте орынды айтылған. Өнерді табиғаттың көшірмесі ретінде түсіндірушіліктің де жайдан жай пайда бола қалмағаны аян. Поэзияның, музыка мен сурет өнерінің тікелей табиғатты, адамның одан алған әсерін бейнелеуге арналған ұлы туындылары қаншама. Адамның өз қасиеттерін табиғатқа теліп ұқсастырып қабылдайтын реттерін табу қиын-ақ. Оның белгілері әсіресе әр елдің лексикасында сайрап жатыр. Адамның мінез тұрпатын ажар көркін арыстандай, асқар шыңдай, құз жартастай, емендей, қарағайдай, ақ қайыңдай, сүмбіл талдай, кер маралдай, бәйге керідей, қаршығадай, қырғидай, тұңғиық терең, ала құйын, тарпақ үрек, тағы басқа және сондай сияқты деп табиғат көріністерін ойлы аспан, ұйқылы орман, үлгіген тау, жеті қарақшы, үркер жұлдыз атаулары, дарқан дала, ерке самал, ақырған аяз, тулаған толқын, сабырласқан жапырақтар, тентек су тағы басқа және деп сипаттаулар соны көрсетеді. Ал лексиканың еліктеу сөздер деп аталатын бір саласы атынан да көрініп тұрғандай, түгелдей табиғатта барды дыбыстық, қимылдық қайталаудан, еліктеуден тұрады. Қазақ сияқты бір заманғы көшпелі дала елінің табиғатқа етене жақын малшы егінші халықтың көркемдік танымында айналадағы әлем ерекше әсерлі, суретті бейнесімен көрініс тапқан. Шынында да табиғат ананың төл перзенті, тұз елін арайлап, таңын атысы, алаулап күннің батысы, еркелеп желдің ескені, жосалып бұлттар көшкені, қызғалдақ жапқан қырларды, бозторғайының жырлары, күркіреп жатқан өзені, ай астындағы кезеңі, қарсы бұтақты қарағайы, шатырлаған найзағайы, сылдыраған бұлағы, сыбдырлаған құрағы, жұлдызы жусаған түні, құстардың құмыққан үні, асқар тау, сұсты құзы, аң құсы өрген өлке түзі, таң алдында шолпанның жайнағаны, сандуғаштың үзілтіп сайрағаны бей-жай қалдырмау мүмкін бе? Табиғатқа осындай етене жақындықтан болмаса, жау қолына түскен жас арудың аянышты халі. Сұңқардың баласындай торға түскен, құлынындай орға түскен, тұтқын қыз жауларына жаутаңдайды, киіктің лағындай қолға түскен деп сипаттау Сәкен Сейфуллин. Немесе күрең мініп қыр асып бара жатқан қартқа қарап көк серке маңырады деген Мұқағали Мақатаев ғажайып поэзиялық өрнектер өзге халыққа соншалық ұғымды да әсерлі бола қоюы екіталай ғой. Мұны қиыр шалғайдағы бейтаныс жұрттың азаматы, америкалық профессор Стюарт Деломның қазақтардың мінез құлқының, әсемдік сезімдерінің биязылығының табиғатпен бір тұтастығын балаларына ботагөз, қарлығаш, құралай деп ат қойып, қошақаным, құлыным, ботақаным деп еркелететін, соған орай қазақ тілінде әдемі сөзінің 30-дан астам баламасы барын, оны десеңіз мал сойғанда сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ, Құдай қызықшылықта жегізсін.
деп бата қылатын таңырқай да тамсана атап көрсеткенінен де байқауға болады. Егер біз белгілі бір мағынада әдептілік, инабаттылық адамдардың өз аралығындағы және табиғатпен ара қатынасындағы мүдделестік, жарастықпен қарасақ, онда адам табиғатқа да өзі сияқты жанды дүние ретінде қарауы тиісті екеніне көз жеткіземіз. Халық бірде адам бойындағы қасиеттерді табиғат ананың сұлулығымен, құбылыстарымен салыстыра, енді бірде табиғи құбылыстарға адамның қасиетін телиді. Мысалы, сыңсыған орман, шақшиған күн, шөлдеген дала, жомарт дала, қалған тау, міне осының өзі-ақ адам мен табиғаттың ықылым заманнан біте қайнасқан болмыс ұқсас түбі бір құбылыс екендігін дәлелдеп тұрғандай. Сондықтан да табиғат атаны жатырқау немесе жәбірлеу өзінің үстіне тұрған бұтақты кескенмен пара-пар әрекет деп айтуға болар. Ұлағат сөздер. Табиғат әр беті терең мазмұнға толы бірегей кітап. Гете. Егер орнына ештеңе салмай таудың тасын ала берсең, күндердің күнінде тау да құлайды. Рашид ад-Дин. Ағаштың жемісін жеймін десең, түбіне балта шаппа. Саиф Сараи. Адам табиғатқа тәуелді болса, табиғат та адамға тәуелді. Табиғат адамды тудырса, адам табиғатты жаңғыртады. Франц. Адам табиғатсыз тіршілік ете алмайды, табиғат адамды кешірмейді. Мақсаткер әр сұлу жан етіп тәрбиелейді. Ол денсаулықтың, сергектіктің және шығармашылықтың қайнар бұлағы. Мариковский. Табиғаттың өзінде өзгеше бір сүйкімді, жанға жақын бір нәрсе бар. Шоқан Уәлиханов. Су мен жер туралы ой, бұл сайып келгенде адамның өзі туралы ой. Адамның рухани дүниесін, сыртқы табиғат құбылыстарын тану қалыптастырады да өзін өзі табиғаттың бір бөлігі ретінде сезінеді. Экологиялық мәселелер ең маңызды өмірлік мәселелердің бірі, өйткені әңгіме адамның ғұмыр кешетін ортасы жайында, болашақ ұрпақтарының өмірі туралы болып отыр. Шәкен Айтматов. Табиғатты сүйемін, көркіне бас иемін. Байрон. Себепсіз бір нәрсе болуы мүмкін деген пікір табиғат зерттеушісі, натуралисті ұятқа қалдырады да ол үшін бұдан өткен масқара жоқ. Цицерон. Ақсақ киік. Бетпақтың көкпек жусан шөбі сұйық. Сол шөпті көрек қылған байғұс киік. Таңы әппақ, екі көзі мөлдір қара, тигенде емес адам көзі қиып. Киікті қазақ және дейді Бөкен. Бетпақты бұл бейшара қылған мекен. Бөкенді атып мерген өлтіргенде жазасыз жан өлді деп ойлай мекен. Бөкеннен сұлу аңды мен көрмедім. Өзге аңға жануарды тең көрмедім. Көздері мөлдіреген ақ бөкенді адамның баласынан кем көрмедім. Қап-қара, екі көзі мөлдіреген, әдемі екі танау желбіреген, елеңдеп жас балаша жалаңдайды. Жел түрткен жусаннан да селдіреген. Азайды соңғы кезде байқұс бөкен. Мың-мыңнан баяғыда өреді екен. Бұл күнде келе жатқан жолаушыға кез келеді, анда-санда саяқ некен. Кей қазақ әдет қылған киік атып, мүйізін пайда қылып шетке сатып, сандалған бір киікке ұшырастым бір жылы бетпақ шөлде келе жатып. Бетпақта келе жатты ақсақ киік, сандалып
қаңғыратып басын иіп, пана іздеп шыбын жанға сүйретіліп, мергеннің кеудесіне оғы тиіп. Тамады қара жерге аққан қаны, қиналып ентігеді шыбын жаны, боялып ақ денесі қызыл қанға, келеді әлі кетіп. Жығылғалы қиырсыз бетпақ дала, қураған шөл, жалғыз ақ сараң сырғағандайды қоңылтақ жел, меңіреу тірі жан жоқ, жып жылғамай. Ел қайда? Ел алыста шулаған ел. Сандалып келе жатты ақсақ киік, бір тоқап анда-санда әлін жиып. Ақ бөкен сахараның ботагөзі, аты екен қандай мерген, көзі қиып. Келеді қаңғырақтап жалғыз өзі, тілі жоқ құр жүректе айтар сөзі. Шағады шыбын жанның қиналғанын, жалғыз ақ мөлдіреген екі көзі. Жападай еш сая жоқ шыбын жанға, моншақтап жерге тамған қызыл қанға. Жапанда басын сүзер тірі жан жоқ, әл кетіп сорлы киік жығылғанда. Ботагөз сахарада қына терген, кім екен жапан түзде сені көрген? Ау балам! Аяныш сезімі жоқ, бірақ қазақ-ау, дәл көздеп жүрегіне атқан мерген. Сәкен Сейфуллин. Қайран қарасазым-ай, тамаша еді жазғы орман, құстар сайрап мәз болған, көлшіктерде суларда үйрек ұшып қаз қонған. Шыбын шіркей қағама, шоршып судан ақ шабақ, тас тырна отыр жағада, сыңар аяқ ақ қабақ. Елік ертіп лағын еңкейтеді суатқа, елеңдетіп құлағын тыншымайды бірақта. Көк құтандар көлбеңдеп көтеріле алмайды, жалғыз ербеңдеп көк қояндар заулайды. Мұздай суын атқылап ақ бастаулар қайнаған, таны торпақ шапқылап, оқырлап ойнаған. Тамаша еді жазғы орман, тамашалап мәз болғам, қайран қарасазым-ай, үйрек ұшып қаз қонған. Мұқағали Мақатаев. Құрметті көрермендер, оқырмандар, күнде кітап оқу арнасының тұрақты оқырмандары, бүгінге тамам. Күнде кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер, көздеген, ойлаған, армандаған мақсат мұраттарыңызға жетіңіздер. Тек алға. Сапалы сөз, саналы ұрпақ.